сыр қоян, естіп қалып сыбырды, ойла қарлар жерлермен атқап жүгірді. Қара бет жабайы аңдар. Аю. Қасқыр. Түлкі. Жолбарыс. Арыстан. Үл. Осылай дыбысталуымен бірге әрі ат аталады, әрі жаңағы өлеңдер айтылады. Жаңағы айтқан қазақ тіліне тән 9 дыбыстарды балалар өзіне соңғы жағында берген тапсырма. Мынау не? Бұл жолбарыс. Мынау не? Бұл түлкі. Мынау не? Бұл қоян.